Баршаңызға қайырлы күн, құрметті 6 сынып оқушылары. Бүгінгі сабаққа қош келдіңіздер. Алдымен тіркеліп, колокольчик батырмасын басып қойыңыздар. Жалпы бүгінгі сабақта біз have got тақырыбы бойынша тапсырмалардың жауабын орындайтын боламыз. Ал ендеше біз бастайық, сіздер тамашалаңыздар. Ең алғашқы тапсырма complete sentences from the text on page 10. Then complete rows. Жалпы бұл жерде сіздерге мына бос тұрған ұяшықтарды толтыру керек. Мысалы, I have got photos and posters. Яғни I'ға біз have қолданамыз, he, she'ға has қолданамыз деген секілді толтыру керек сіздер. Ал ендеше жауабына көшейік. Оқушылар, бұл бізде бірінші тапсырманың жауабы. Natalia has got a TV in her room. Екіншісі, I haven't got a very good camera. Үшіншісі, he has got a green belt. Төртіншісі, we haven't got a pet. Бесіншісі, we have got a computer. Бұл бізде бірінші тапсырманың жауаптары. Келесі тапсырмаға көшейік. Екінші тапсырма. Екінші тапсырмаға қарастыратын болсақ, match the questions with the answers, then complete the rows. Жалпы оқушылар сіздер тапсырманы орындағаннан кейін мына ұяшықта ереже деген тұрған жерді толтырып кетулеріңіз керек. Мысалы, we use have got with you, they, we, and I. Осы төрт пронаунсты қолданамыз деген секілді. Оны өздеріңіз толтырып кетсеңіздер де болады. Қосымша ретінде толтырмасаңыздар да болады. Ал ендеше екінші тапсырмаға көшейік. Match the questions with the answers and complete the rows. Сұрақтар мен жауаптарын бір-біріне яғни сәйкестендіру керексіздер. Сәйкестендіріп болғаннан кейін тапсырма аяқталады. Бұл бізде екінші тапсырманың жауабы, яғни бірінші сұрақ has she got a TV? Жауабы yes, she has. A болады. Екіншісі has he got a green belt? Жауабы C болады. No, he hasn't. Үшіншісі have you got a pet? Жауабы D болады. Yes, I have. Төртіншісі have you friends got pets? Жауабы B болады. No, they haven't. Осымен бізде екінші тапсырманың жауабы аяқталады. Келесі тапсырма, үшінші тапсырмаға көшейік. Бізде үшінші тапсырмада complete sentences use have got, has got, hasn't got, or haven't got. Бұл жерде we got, s got дегеніміз, оқымаңыздар балалар, олар бізде have got, has got дегеннің қысқартылған формасы. Ал ендеше тапсырманы орындайық. Яғни have got, has got, haven't got, hasn't got қолданып біз осы сөйлемдерді толықтыру қажетпіз. Мінекей оқушылар, бұл бізде үшінші тапсырманың жауабы. Бірінші сөйлемден бастайық. We have got 2 dogs. Екіншісі, I haven't got a poster of Ed Sheeran. Үшіншісі, my mom has got 2 cars. Төртіншісі, she hasn't got a Ferrari. Бесіншісі, I have got a camera. Алтыншысы, my parents haven't got a computer. Осымен бізде үшінші тапсырманың жауаптары аяқталады. Келесі тапсырма, төртінші тапсырмаға көшейік. Төртінші тапсырмада бізге write questions, then ask and answer with a partner деп жазылып тұр. Яғни сіздер алдымен сұрақ құрастырасыздар, және сұрақ құрастырғаннан кейін оған өзіңіз жауап беру керексіз. Ал ендеше бастайық жауаптары. Ал ендеше төртінші тапсырмаға жауап беріп бастайық. Бірінші сөйлем. Has your teacher got a mobile phone? Жауап. Yes, she has. Екінші сөйлем. Have your parents got a video camera? Жауап. No, they haven't. Үшіншісі. Have you got a bicycle? Жауап. Yes, I have. Төртінші сөйлем. Has your school got a football team? Жауап. Yes, it has. Бесінші сөйлем. Has your friend got a black belt in taekwondo? No, he hasn't. Алтыншысы. Have you got a hobby? Жауап. Yes, I have.
Осымен бізде 4-ші тапсырманың жауаптары аяқталады. Алғаш сізге көрсеткен 1-ші, 2-ші және 3-ші сөйлемнің жауаптары, және одан кейінгі бізде 4-ші, 5-ші, 6-ші сөйлемнің жауаптары. Келесі тапсырма 5-ші тапсырмаға көшейік. 5-ші тапсырмада work in pairs, look at Martha's possessions. Ask and answer about them. Бұл жерде сізге сұрақ құрастыр деп тұрған жоқ, жай ғана жауап бер деп тұр. Сол себепті сұрақтарға жай ғана жауап беретін боламыз. Яғни сұрақтарды құрастырмаймыз, жай ғана сол сұрақтарға жауап береміз. Ал 5-ші тапсырмаға жауап беретін болсақ, 1-шісі no she hasn't, 2-шісі no she hasn't, 3-шісі no she hasn't, 4-шісі yes she has, 5-шісі no she hasn't, 6-шісі no she hasn't. Осымен бізде 5-ші тапсырма жауаптары аяқталады. Яғни бұл жерде біз сұрақ құрастырмаймыз, жай ғана оған жауап береміз. Бізге сұрақ құрастыр деп айтылып тұрған жоқ, жай ғана сұрақтарға жауап беріңіздер деп тұр. Жалпы оқушылар, біз бүгінгі сабақта 6-шы сыныпқа арналған кітаптың 11-ші бетіндегі have got бөліміне, have got тақырыбына арналған тапсырмаларға жауап бердік. Сіздерге түсінікті болды деген ойдамын. Міндетті түрде арнаға тіркеліп, жоғалтып алмас үшін колокольчик батырмасын басып қойыңыздар. Өз достарыңызбен бөлісуді ұмытып кетпеңіздер. Goodbye for everyone. Bye bye. Қош сау болыңыздар.